Біз үйленген сәтте осы алтын жүзікті таққан болатынбыз, яғни жолдасым сыйлаған болатын. Белгілі себептерге байланысты әр отбасыда сынақтар болып тұрады, иә. Сол сынақ сәттерде біз алтындарымызды, неке жүзігімізді сатқан болатынбыз. Одан кейін жолдасым мені жұбатып, мен саған әдемі жүзік алып беремін дейтін. Сол сөзінде тұрып көп ұзамай осы жүзікті алып берген болатын. Мына жүзікке мен ғашық болғаным сонша, жүрген жерімде суретке түсіре беретін әдет қалыптастырып қалыппын. Әліге дейін сондай ғой. Есіме түсті ма, осы суретке түсіре саламын. Жалғыз жүрген кезде де жүзігім есіме түссе, қайтадан барам да, қайтадан суретке түсіремін. Өйткені бұл жүзікті тағып жүргеніме міне қанша жылдың көзі болды. Қарайған жоқ, басқа қылған жоқ. Ең бағалы мен үшін осы жүзік. Аллаға шексіз шүкір.